Ассалаумағалейкумдер. Audi S4 2.6 бұл көлікте қозғалтқышында перебой бар. Қозғалтқыш сілкініп жасайды. Қазір көрсетейін. Өстіп қозғалтқыш сілкініп, бұның диагностикасы өкінішке орай әзірше дұрыс көрсетпей тұр. Диагностикасының разъемы мұнда болады, міне ақ пен қара. Ол дұрыс көрсетпей тұр. Бірақ біз коленвал датчиктен сигнал алдық. Коленвал міне датчик тістерін санап жатыр және бірінші цилиндрден импульс алып тұр. Мінекей істегені. Газ берші, 3,5 оборотқа дейін газ бер, сосын жібер жаймен, плавно. Жоқ, 3,5-ға дейін бер бірінші оборот. Қыздырып болдық. Осциллограммасы, бұның зажиганиясы 6 цилиндр болғасын, порядок зажиганиясын қоямыз да. Тексереміз қазір. Мінекей көрдіңіз ғой. Цилиндрдің барлық дұрыс жасамайтын қара линияда төмен болса, ол газбен, бензинмен ауа дұрыс қорытпай тұр дейді. Бензин аз, ауа көп дейді. Бұл көлікте қазір бізде проблема ауа сорып тұр, подсос. Мінекей жаңағы Audi дұрыс жасамай тұр дедік қой, ауа сорып тұр. Ауа деген бізде мына жерден көрінсе, мына екі қосындыдан жіберіп тұр мінекей. Көрдіңіз бе? Дроссель мен мына пластмасс коллектордың екі қосындысы.